өндірістік, ұйымдастырушылық, қаржылық жоспарлау. Өндіріс жоспары. Бизнес жоспардың бұл бөлімін тек өндіріспен айналысатын фирма дайындайды. Өндірістік емес фирмалар үшін ұзақ мерзімді активтерге, айналым қаражаттарына қажеттілік және шығындар болжамы бөлімде анықталады. Қаржылық жоспар. Бизнес түріне байланысты өндіріс жоспарында өнімді дайындаудың немесе қызмет көрсетудің технологиялық үрдісінің ерекшеліктері туралы қысқаша сипаттама беріледі. Өндірістік жоспар өндірілетін өнімді өткізу жоспары және кәсіпорынның жобаланған өндірістік қуаттары негізінде қалыптасады. Бұл бөлімдегі бизнес жоспарды жасаушылар кәсіпорын қажетті уақытта және қажетті сапада қажетті мөлшерде өнім шығара алатындығын көрсетуі керек. Бұл бөлімнің құрылымы келесідей болуы мүмкін. 1. Өндіріс технологиясы. 2. Өндірістік операция. 3. Өндірістік процесті бақылау. Қоршаған ортаны қорғау жүйесі. Бағдарлама және олардың дамуы. 7. Ұзақ мерзімді активтерге қажеттілік. 8. Айналым қаражаттарына қажеттілік. 9. Шығындар болжамы. Ұйымдастыру жоспары. Бизнес жоспардың бұл бөлімі компанияны басқару жүйесіне және оның кадр саясаты. Бөлім құрылымы келесідей болуы мүмкін. 1. Ұйымдық құрылым, негізгі басқару персоналы. 2. Кәсіби кеңесшілер мен қызметтер. 3. Қызметкерлер. Жоспары. Қызметін құқықтық қамтамасыз ету. 7. Әлеуметтік даму жоспары. 8. Компания қызметін құқықтық қамтамасыз ету. Ұйымдық құрылым бұл кәсіпорынның алдына қойылған өндірістік және басқару мақсаттарына жету үшін жұмысшыларды біріктірудің тәсілі мен формасы. Ол құрылымның графикалық схемаларында, персоналдың штаттық кестелерінде, кәсіпорынды басқару аппаратының бөлімшелері туралы ережелерде, жеке орындаушылардың лауазымдық нұсқаулықтарында құжатталған. Ұйымдық құрылым басқару жүйесінің құрылымының тігінен және көлденеңінен байланыстар санымен, иерархиясымен, өкілеттіктер мен жауапкершіліктің бөліну сипатымен сипатталады. Өнеркәсіпте қолданылатын ұйымдық құрылымдар көптеген факторларға байланысты: кәсіпорынның мөлшері, қорлардың көлемі, жұмысшылар саны, жұмыс принципі, нарық құрылымы және тағы басқа. Бизнес жоспарда мәліметтер келтірілген. Кәсіпорынның өндірістік технологиялық құрылымы туралы. Еншілес фирмалар мен филиалдардың құрамы. Олардың стартуы. Құрылымы туралы. 3. Қызметтер мен бөлімшелердің өзара іс-қимылын үйлестіруді ұйымдастыру туралы. Фирмалар басқару жүйесін автоматтандыру туралы. Ұйымдық құрылымның мақсаттар мен стратегияларға сәйкестігін бағалау беріледі. Кәсіпорындар. Қаржылық жоспар. Бизнес жоспардың бұл бөлімі компанияның қызметін қаржылық қамтамасыз ету және ағымдағы қаржылық ақпаратты бағалау және кейінгі кезеңдердегі нарықтарда тауарларды сату көлемінің болжамы негізінде ақшаны меншікті және тартылатын тиімді пайдалану мәселелерін қарастырады. Яғни, мұнда компанияның қаржылық қызметінің күтілетін нәтижелерін көрсететін сенімді деректер жүйесі ұсынылады. Қаржылық нәтижелердің болжамы менеджерді толғандыратын негізгі сұрақтарға жауап беруге арналған. Дәл осы бөлімнен менеджер күте алатын пайда туралы, ал қарыз беруші әлеуетті қарыз алушының қабілеті туралы біледі. Қарызға қызмет етіңіз. Бұл бөлімде 1. Ақшалай шығыстар мен түсімдердің балансы, 2. Қаржыландыру стратегиясы, 3. Бұдан басқа, талдамалық мақсаттарда ұсынылған деректер негізінде кәсіпорынның қаржылық жай-күйінің көрсеткіштеріне, мысалы, өтімділік, төлем қабілеттілігі, кірістілік, активтерді пайдалану, акционерлік капиталды пайдалану және тағы басқа. Инвестициялардың кірістілік көрсеткіштеріне және тағы басқа. Қосымша есептеулер жүргізіледі. Енді жауаптары бар сұрақтарды еске түсіріңіз.